Ассалаумағалейкум, салам. Сосын ақида дауы дегеніміз қазір болған дұрыс емес. Ақида дауы дегеніміз, өйткені ол ақида дауы дегеніміз бұрынғылардың Құран кітаптың саудасына байланысты қысылған саудаға туралы, Құран кітаптың саудасы туралы қысылғандықтан сахабалар ақида дауы тәфсір кітабын қиыншылықпен аударған. Толық ақида дауы аяқталмады деп қазіргі жамағаттар аяқтап отырса, ол өйткені бұрынғы кезде саудасына бола ақида дауы аяқталмай қалған. Дегенде есте сақтан дұрыс қой. Сондықтан ол ақида дауы толық емес. Дегенде Құран кітапта есте сақтан дұрыс ілгегіне бола ақида дауын тәфсір кітабын алып қалған болуы мүмкін, мойындамай. Дегенде Құран кітапта мойындамау ділдасын алып қалған болуы мүмкін сахабалар. Сондықтан ақида дауы аяқталмаған. Ал діни жамағаттар біздер ақида дауын аяқтадық дейді, Құран кітаптың арзандап кеткендігін түсінбей отыр. Құран кітап арзандап кеткендікке бола ақида дауы енді қайтадан дұрыс салған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан макрухты сарик деп, сосын ақида дауы тәфсір кітаптарын қайтадан имам Матуриди ақида дауы, сосын келесі жауаптарда бахаристарда шамал мағлұматы кетіп қалған деп айтып жүрген дұрыс па деп ойлаймын. Өйткені аятқа аят айтқан дұрыс қой, негізгі жауапты. Сол менің айтарым. Негізінде өйткені сахабалар үшін Құран кітап саудасының қысылғандығына бола неше түрлі істеген ғой. Негізінде дін саудаланбайды, ал сахабалар заманның қиындығына ұшыраған. Құран кітаптың парағы үшін мал сою керек. Соның бәріне осы заманға дейін әкелген мүшетілігі ұшырап. Сондықтан жала жабушылық, оның бәрін қайтадан айтып отырып алу. Сахабаларды қол тимеді ме, қол тимесе де тәфсір кітабын жазды ма, бірдеңе аяқтау керек оны. Сондықтан уақыт алып жүріп алуға болмайды, айлау дінге кіріп шығу, ақида дауында отырып алу. Олар қателескен деп бедер етіп құртуға болмайды. Құран кітап саудасына бола олар кішкене есте сақтықсыз келгендігінен айырылып қалған, аяқ астынан соғысқа ұшырағандықтан ақида дауы дегеніміз тәфсір кітабын жазуға шегінген, Құран кітапты да жазып тастауға шегінген. Ақида дауы сол Құран кітапты жазуға шегінген негізінде есте сақтаған деп өздері де айтып отырған тарихи кітаптарда. Ал ақидада тәфсір кітабы Құран кітаптан да арзанырақ қой. Арзанырақ дегенде қымбат Құран кітабы сияқты. Бірақ Құран кітапты жазуға шегінгендігін білгендіктен тәфсір кітабында жазуға шегінген мағынасында жазған шығар. Құран кітапты жазуға шегінген мағынасында ақида кітабын ақидада кішкене қателіктер жазып алып қалған шығар. Құран кітапты оқи салу, кітап оқи салу уақытын келте рұқсат қылып келтіріп, солай болған болуы мүмкін. Өйткені сахабалар ақыл-есі дұрыс қой, қателескен деп айтуға болмайды. ол мына заманда саудаға қысылған деген деп айту керек. Саудаға қысылғанда тәфсір кітабын жазған, сол кезде осылай ұзағырақ жазған немесе қысқарақ жазған, ұзағырақ жазған дейді, имам Матуриди сөзбе-сөз амалдап кей аяттарды. Сол келте рұқсат келтіргісі келген шығар. Құран кітапты негізінде кім білген Құран кітап арзандап кететін. Олар күтпеген уақиға болды ғой бұл заманда. Қағаз арзандап кетті, Құран кітап арзандап кетті, экран пайда болды. Сафар арзандап кетті, көлік пайда болды. Соның барлығы ғасырлар
көбірек пайда болғанда тағы неше түрлі қызылтар болған шығар. Ақида дауы туралы қайта үндемей басып жатыр ғой оның бәрін. Ваххабиттар пайда болғанда ваххабиттар ақида дауын аяқтамайды, өйткені сахабалар аяқтамаған. Сондықтан ваххабиттар солай шамалап түсінем ол тұстарды. Мен де түсінем ол тұстарды шамалап. Сондықтан енді Құран кітап арзандатқанда ғана ваххабиттар қайта дұрыстасқан дұрыс. Соның бәрін ваххабиттар шамалап түсінеді. Ақида дауында болып жүріп көргендер, мойнына алып көргендер, мен ваххабистпін, мен салафистпін дегендер бірдеңе түсінеді. Шафиғи имамға масқарына тасқан дұрыс, бірақ арабтарға. Исарик сөзі, бірақ жерде тәфсір кітап оқуға қол тимейді көбісінікі. Арабша түсінсең болды ғой, неге таласып отқандар. Жай дауласып жүреді, дүние шығып кетеді, олай отырып алу болмайды. Дауласуға келмейді ғой, жай сүре аяттар ұзағынан толығымен оқиды, бірақ кішкене біреу айтады, сүре аяттар тура мағынасы дұрыс дейді, біреу айтады қосымша өзінің ойын айтқан мағынасы дұрыс дейді. Сол-ақ қателік дегеніміз. Оны негізінде Құран кітаптың саудасына қысылып отқандыққа байланысты қаншама мұсылмандардың ойын аластау үшін келте рұқсатқа алып қалғандықтары олар. Келте рұқсат деген сөз содан пайда болған. Ақидада ол дұрыс емес. Бұлай сыра аяттар кәдімгідей, бірақ тәпсірін оқығанда міндетті түрде басқаша сөз сөйлеу керек. Сосын ойлайды олар өтірік айту керек деп. Негізінде келте рұқсат деген мағына қазақшасы өзара түсінетін, қазақша толық түсінетін еді. Келте рұқсат. Не өтірікшілігіміз, не шыншылдығымыз ары қаратай басталады келте рұқсат туралы. Ақида дауы арқылы да, тәпсір кітапта. Сол менің түсінетін. Ол тәпсір толығымен солай мойындайды. Бірақ Құран кітапта саудаға ұшырағандығына болуы мүмкін. Ол келте рұқсат толық үкім шығарса. Соны менің айтарым. Қазір Құран кітап арзанып кеткен, Құран кітап сапар арзанып кеткендіктен қайтадан ақида дауында отырып алу дұрыс емес, соның барын айта беру. Өйткені оларда келте рұқсат. Құран кітап саудасына болса да ұшырағандықтан тәпсір кітабында аз сөз болсын, қымбат сөз болсын, ұшыраушылық болып тәпсір кітабында келте рұқсатқа келтіріледі енді. Өйткені Құран кітаптарда ұшырап жүр олар. Менің ойымша солай. Сауда қысып отыр, сауда туралы. Онан да ақида дауында болсын деген ғой. Әйтпесе Құран кітап туралы, Құран кітаптың саудасы туралы неше түрліге ұшыраған шығар олар. Саясат ауытқу не бір мемлекет Құран кітапты ұрлап кеткенше заложниктар толып жүрген шығар олар сахабаларды. Ақида дауын қателестіру туралы. Ол жайында бізде мағлұмат жоқ қой. Сондықтан негізінде тәпсір кітабын оқып отыра бергеннен гөрі Құран кітапты толық тез оқитындар отырсын деп уақытын кішкене тәпсір оқыған уақытын шегендеп берген шығар. Келесі ұлттар тәпсір оқып отырып алады деп уақытын шегендірген шығар. Тәпсірді кішкене ұзағырақ отыра тұрсын деп. Сол мен түсінетін келте рұқсат қой оның барлығы. Енді қазір сафарда арзандады, Құран кітапта арзандады. Енді макрухты исарик деп сосын аяқтауға болады. Тәпсір кітабын оқып алды, макрухты исарик деп Иса пайғамбарға жағымпаздық мағынасына кішкене келесінен айнымай кетті мағынасына макрухты исарик деп айтуға болады. Мұхаммед пайғамбардың үміттерін. Негізінде Иса пайғамбардан гөрі Мұхаммед пайғамбардың сөздері дұрыс деп солай аяқтаған дұрыс деп ойлаймын менің ойымша. Алла хақ Мұхаммед расулына үміттенеміз. Сосын діни кітаптар дұрыс,
мойындаймын діни кітаптарды. Мұхаммед пайғамбардың өмірбаян кітаптары бар, барлығында соны түсінемін. Саңлақ сахабалар кітабын оқыдым. Лақабат туралы кішкене мағлұмат алдым. Лақабат туралы айтып едім, сол дұрыс. Енді сол хадистерді жаттап алғым келеді, лақабат туралы қайтадан дұрыстап. Саңлақ сахабалар кітабынан жаттап алу хадистерді. Хадис емес, бір тақырып хадистер туралы. Хадис емес болып шықты ғой, сол лақабат туралы тек тақырыптың арасында болып шықты. Хадис қылуға келмей қалған ғой. Соны менің айтарым, осының бәрі. Енді Құран кітап саудасы арзандағандықтан енді саясат тығыздығына байланысты ақидада онда отыра алатын болмаңдар, қылып отырмын мені қайта. Солай қаратай жылжыған дұрыс. Кем дегенде өз араб ұлтынша насихат айту керек. Әйтпесе қазір мешіттен сөйлесесің, имам хорошо түсінбейтін сияқты болып тұрады. Өзіңнің ыңғайсызданасың. Уақыты болмаған шығар түсінуге. Жай сөйлесесің көп болса. Әйтпесе сөйтіп көбісі өтірік шығып кетеді. Мазаққа біреу мазақтайды, біреу шын істейді, біреу аңғармай істейді. Оның бәрін құртуға болмайды. Мешітке нәпсілерді тасушы болмаңдар. Кесіп кетеді барлығы. Арабтардікі дұрыс, құрайыштікі дұрыс. Мұхаммед пайғамбарымыз өзі түгендеп үлгерген, менің білуімше. Сол мен айтамын. Шындық туралы болса, ол Мұхаммед пайғамбарымыз түсінеді ғой бәрін. Алла біледі, ең дұрысын Алла біледі. Мұхаммед пайғамбарымыз үміттерінен Алла біледі, сол мақсаттардың өзі. Мұхаммед пайғамбарымыз үшін істейді ғой, өзінің жан тәнін берген. Мұхаммед пайғамбарымыз сахабалардың, умматтардың, әділдердің істеуі мүмкін, мақлұқаттардың өзі. Кісілердің өзі, муслимдардың өзі. Ал христиандар жет бар отса, ақиқаттар ең көздеп бизнес арқылы. Дұрыс емес олар христиан болып жүре тұрған, дінге кіріп олса да бизнес арқылы жетіп барып. Мен мына едім, мынандай, арнайыларыма айтып отырмын. Бизнес арқылы жетіп барып, үнділіктер кіріп кетіп отса буддизмнан. Жарайды, моңғолдар ағайындырақ түркітілдеспіз. Христиандармен келіспеймін, бизнеспен іс жасап алып, өздерінің атағын үнемдеп, шапқылап жүріп алумен келіспеймін. Сол мен айтамын. Ассаламу алейкум, салам барлығыңа. Ассаламу алейкум, салам. Мен көз.